Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Алик Кизет және де менің қасымда кім? Әдөк. Ассалаумағалейкум достар. Так, достар, бүгін біздер арзан, қымбат деген рубриканың екінші бөлімін жалғастырамыз, достар, екінші бөлімі. Сондықтан сіздерден өтініп сұраймыз, Әдөк, не сұраймыз бірінші? Смело лайк достар. Әрине достар, қарамай жатып лайк басыңыздар. Және де төменде қызыл кнопка бар, подписаться деген достар, сендердің жартыларыңыз соны баспай жүрсіңдер достар. Давайте подписаться деген қызыл кнопканы басамыз, бұйыртса бізде қанша 700 мың жазылушы болады. Достар, давайте, ал енді біз іске кірсек, алдымызда мороженый, яғни қыстың кезінде бізде мороженый жеп қатырамыз. Так, менің алдымда қазір қымбат мороженый, яғни 350 теңге тұрады. Ал бұл стаканчик мороженый, бұл 100 теңге тұрады, да? Қателеспесем. Ал достар, оны кім шешеді? Әрине 100 теңге шешеді. Әдеттегідей 100 теңге жағы менікі, арты Әдөктікі достар. Ал мен бастайын. Әдөк дайындал. Кім қайсынды жібердім? Әдөк жейді қымбатты. Йо-майо. Мен арзанды жейдім. Арты түсті. Ал көрейік. Мынау енді бомба деген мороженый екен. Новенький дейді достар, көреміз қазір. Ой, ашылмайды ол. Я настоящий болельщик. Йо-майо, достар, давай, фанаттарға арналған екен. Стаканчик түрін көрсетші. Наңғара, мен әдеттегідей стаканчик қой, енді Әдөктікі қызық болып тұр. Достар, шоколадный с орехом. Йо-майо. Ал, жек көрейік, бисмилля. Мынау күшті. Қойш. Мощный орех. Шоколадный, достар, шоколадный. Мынау неден жасалған? Мынау күшті екен достар. Варенье сгущенка дей ма? Сгущенка. Иә достар, вареньеден жасалған. Дәмі күшті мынаңда. Бірақ енді мынау енді қымбат. Шоколадный да еще бағасына тұра ма екен? Мынау да енді 100 теңгеге тұрады достар. Мынаның біреуін алғанша, мынадан үшеуін алып, мынаған қойған жақсы сияқты. Меніңше достар, мынаның өзі де тұрады. Негізі дәмі күшті екен. Достар, келесі бізде натуральный соктары болады достар. Иә достар, өткенде де бір рет салыстырған болатынбыз. Бірақ осы жолы енді қымбат арзан натуралка соктар болады. Сенікі қандай? Нектар солнечный. Яғни бұның бағасы қанша? 150 теңге. 150 теңге екен, нектар дейді. Ал біздікі J7 десек те болады, J7 десек те болады достар. Бұл 270 теңге тұрады достар. Ал енді 100 теңге шешеді. Кімдікі қымбат, кімдікі арзан түсетінін қазір біздер көреміз достар. Көреміз, Әдөк айналдыратын болады, 100 теңге тастайды қазір, көреміз, 100 теңге жағы түссе менікі. Менікі достар, дәл өзімнің алдымда тұр екен. Ал, көрейік. Ой, ашылу қиын екен. Атылып кетпес, гранат болса бұн. Кидаю гранату дейші. Так, сенікі қандай вкус? Менікі өрік. Менікі мультифрукт, мультижеміс, яғни. Сенікі өрік па? Өрік. Абрикос па, да? Давай, ал, достар, көреміз дәмін. Қышқылдау кішкене, бірақ өте натуралдық екен достар, кәдімгідей натуральный дәмі шығып тұр. Сенетші? Менікі су екен. Сенікі су ма? Енді арзан достар, білесіңдер ғой, арзан болады. Сондықтан J7, яғни J7 ішуге кеңес береміз достар. Батып тұр ғой. Ал достар, біздерде енді йогурттар, яғни бұл үлкен йогурттар, бұның бағасы 250 теңге, сенікі 330 теңге. 330 теңге достар. Енді қазір мынау қымбат болып тұр. Еще төбесінде печеньесі бар, және де қасығы да бар достар. Алынады ондай қасық жоқ, сондықтан қазақпайский қасық. Бірақ көреміз қазір кімге түсетіні. Так, 100 теңге мен байын да. Ал, Әдөк дайындал. Әдөкке қарай түскен ғой. Дәл түсіп тұр ғой кәдімгі достар, прикинь. Ал енді көреміз. Енді оны клубника достар, ішін қараңыздар. Өте керемет клубника. Әдөктің көрейік ал. Атылып кетпей. Мұның опасный ғой, мұның. Шындақпен тарс еткізбе, мен жылып. Амаля. Ашылмай атыр Әдөк. Қайс? Тартшыш. Қазақ. Ашылды достар, ашылды. Енді бұндай зат ашып көрмедік қой достар. Бірінші рет достар. Мынанікі қымбат достар, қараңдар. Мынанікі де клубника дәмімен екен достар. Ішін
Ашып көрейік қазір. Ашып көрші өзің. Атылып кетер қазір. Қатты да? Ё-мо, сенікі басқа ғой. Клубника бірақ бірдеңе қосылған. Мына қара, іштерін қараңыздар. Бірақ клубника күшті ғой, дәл аса. Ал жек көр, сенде сондай зат бар ма не? Қайсы мен де көрейінші. Мынанікі мынаған батырып көрейік достар. Қасығыңдар. Камера көрсінші. Жиналады қасығы бүйтіп ашылады достар, қараңдар. Мына қасыққа жетпейді бәрі. Ал жеп көр. Натурал достар. Вообще тема он. Қойш, мына қозғалып тұр, мына қара. Мені қозғалды екен. Так, достар, екеуі де осал емес, яғни мықты соперниктер. Так, енді әдек екеуміз ауыстырып көрейік, әкел. Мен сенікін, сен менікін жеп көр, дәмін сол кезде айтамыз, достар. Қазір міне әдектікін жеп көреміз. О, мынадан кәдімгі клубниканың дәмі шығып тұр, достар. Мынадан қатты шықпайды, да? Мынадан қатты шықпайды. Қою екен, мынадан клубниканың дәмі өте керемет шығып тұр, достар. Сондықтан бізде қазір жеңген қымбат, достар. Арзан әлі жеңе алмай келе жатыр. Достар, келесі бізде энергетиктер, яғни сенікі қандай? Терминатор, достар, терминатор. Түрін қара, достар, мынау ең қымбат энергетик менің қолымдағы Red Bull, достар. Бұл Red Bull деп айтамау, ағылшындар білмейміз. Red Bull, достар. Бұқаның кәдімгі энергетигі. Енді осы екеуін қазір салыстырып көреміз. Мен енді көп ішпеймін бұндай заттарды. Әдік іше береді ол. Мен енді құттай ішем, достар, дәмін айтам ғой сендерге қалай екенін. Ал әдік тиынды сен бәл ақтыратын? Сен. Тағы мен бәл? Сен ақтыр енді. Сен әдік ақтырады қазір. Достар, Red Bull. Red Bull іше ма, терминатор іше ма, қазір әдік бір тиын шешеді, давай. Әдіккі Red Bull түсті, достар. Red Bull арты түсті, яғни Red Bull әдікке. Так, мен деген мынаған, достар, бірінші стаканға құйып көрейді отырмын. Дауысын қараш. Дауысы өте керемет. Стаканға құйып түсін көрейін сендерге. Түсін көрсетейін. Түсі кәдімгі натуралды сок сияқты екен, мына қараңыздар. Әдіктікі деген сондай да? Мына қараңыздар, достар, екеуін қара. Екеу өзгешелігі бар ма? Сенікі ашықтау да, менікі кішкене қоюлау екен. Енді былай ішкен рахат қой да көрейікші. Ал көрейік. Мынаның, достар, дым дәмі жоқ. Арзан, бұның бағасы 350 теңге ма, 300 теңге ма сондай болу керек. Ал бұның бағасы 600 ба сондай қымбат мынау деген, достар, 700 ба. Одан да бұны алғанша 1 литр айран алып ішпейсің ба. Енді мынау өте слишком, достар, мынау енді түнде бір көлік айдағанда түнімен айдайсыңдар, сол кездерде керек ұйқыны ашатын зат, негізі былай іше беруге болмайды, достар. Сен Red Bull'ың мынасын көрейін, сен мынаны көріп қара, дәмін айтасың сосын, давай. Мықты екен Red Bull, достар. Дым дәмі жоқ. Мынада дым дәмі жоқ, кәдімгі сок сияқты, фул идеялар бар, сондай да? Мынаның дәмі бар екен, достар, Red Bull'дың, сондықтан Red Bull жеңіп тұр, достар. Ал, достар, бізде кезекті бұл шоколадтар, яғни шоколад, да? Қандай шоколад? Менікі Қазақстан, достар, шоколады, яғни шоколады. Қазақстан, сенікі? Рошен, достар. Раушан шоколады, яғни бұл жерде енді Қазақстан шоколады арзан сияқты Раушан компаниясына қарағанда, достар, бірақ қазір біз көретін боламыз, яғни бұл қымбат. Раушандікі ең қымбат шоколадтар Альпен Голдтан да қымбат ойдың осы, да? Воздушный ғой. Воздушный, достар, анандай басқаша, мұнаныкі енді көпірем анау. Ё-моё. Енді біздікі кәдімгі Қазақстан, бірақ патриоттар болса, достар, лайктарыңды басыңдар. Осы Қазақстанда тұрғанымызға, туылғанымызға біз рахмет айтамыз, достар. Аллаға мыңда бір шүкір. Сондықтан тиынды әдік енді мен лақтырам ғой. Қазақстан менікі шығар деп ойлаймын. Или анау ма екен, қымбаты түссе қымбаты. Қазақстан түссін деп ойлаймын. Мен арзан болса да патриот. Қақ кетіп қалды. Кеше 100 теңге жағы түсіп пе? 100 теңге жағы түсіп пе? Рошен онда. Так, достар, көреміз. Барлықтар,
айттым ғой қазақстан жағы менікі деп. Табылған. Қымбатын әдік тағы да қымбатын көретін болады. Мен арзандарын көріп сендерге айтып отырамын ғой. Қазақстан оңай ашылады, қараңыздар. Мынаған қарағанда оңай ашылады. Не деген қайсы түрін көрсет фанаттарға, көрермендерге көрсет. Түрі қандай екен? Қазақстан шоколадының түрі мынандай болады екен, достар. Сенікі үлкен қалың екен. Көр ал, біреуін сындырып. Біреуін енді біреуін жартысын сындырып көрейін. Енді қыздар отырса, енді шоколад жегісі келеді ол қыздар. Ал мен енді құттай алдым, міне кусогын көрем бе? Ащы екен ол. Ащы екен, сенікі жұмсақ шығар, да? Жұмсақ көпірет. Менікін көр қазір. Көреміз, әдөктікін қарайын, достар. Сөзсіз. Қазақстан ренжіме, бірақ Раушан компаниясына жететін шоколад жоқ сияқты. Мен лайығымды бастым, бірақ Қазақстан үшін таңда десе Қазақстанды әрине таңдаймын. Бірақ қазір қымбаты озып тұр, достар. Дәл солай ма деп? Солай. Достар, келесіде бізде стейктен смакты салыстыратын болады, достар. Бұл жерде лейс қымбатырақ болып. Бұның бағасы 500 ба, 450 ма, сондай қымбат ма? Новый түрі, яғни смак сияқты. Ал смактың бағасы арзан 150 ма, 180 ба теңге, достар. Енді бұл қазыдан жасалған, сенікі кетчуптан жасалған, помидордан жасалған екен, достар. Смакпен қазір лейс жарысатын болады. 100 теңгені әдік енді сен лақтырасың, давай. Енді қымбат маған түссін деп ойлаймын ал. Оп, 1, 2, 3. Бер әкел маған лейсті. Лейс. Так, достар. Бұл стейкс деген өте керемет лейс стейк бәрі айтып жатыр. Көреміз, достар. Ашал. Наңғара, әдік, наңғара, достар, нандай екен іші деген. Ио, май кәм майсырып саған картошканы қараңдар. Сенікі қандай? Фри екен, типа. Наңғара. Көреміз. Лейс әңгіме жоқ, алып тұр ғой. Лейс алып тұр. Достар, жеп көргендер болса, смело лайк басыңдар. Жемегендер болса, осыны алып жеп көріңіздер. Дәмі деген, достар. Мықты. Достар, бізде келесіде сушняктар, достар. Бұл жерде квас және Green кола дейді. Жасыл кола. Жасыл кола, новыйдан шыққан кола. Әйтеуір коланың бәрі шығып жатыр, достар. Барлық компания шығарып жатыр. Енді новинка дейді, новинки яғни кола. Жасыл кола дейді, грен кола дейді, яғни грин кола. Жасыл так сенікі квас, достар, кваспен шайқасып көретін болады енді. Квас жеңуі мүмкін, достар. Енді сыйынды мен лақтырам ба? Давай, кімге қымбат, кімге арзан түседі. Яғни бұл әлі де қымбат, квастан қымбат, достар, мынаның бағасы. Сондықтан қазір көреміз. Әдөкке түсті, грин әдөкке түсті. Жасыл кола мен квасты жақсы көрем, достар. Өзіме түсіп тұрып, дәл осы квасты жақсы көрем. Компаниялар көріп отыратын болса деп өзіме көп алып атсаңдар. Яғни осы квасты тоқтатпаңыздар, ана баклажкедегі квас қажет емес маған. Дәл осы квасты шығара беріңдер, молодец. Достар, кола. Мен алам. Қайсы, мына кола қызық болып тұр бізге, давай көрші. Айырмашылығы жоқ па? Бар ма? Көрейін. Ішіп көр. Әдік коланы жақсы көреді, кола түсе берді әдікке қарай. Ал енді маған квас түсті, енді квас керемет, достар, квас деген бар ғой. Қатқаннан, достар. Квас деген керемет. Екеуінің айырмашылығы бар ма? Былай қарап отырсаң, сенікі қою ма? Қою бар екен. Квас жоқ, нормально екеуі. Екеуі бірдей екен, достар, бірдей екен. Давай. Сен көрші бірінші ал. Қой? 0% не дейді? Консерванттар дейді ол. Ал мен көрейін қазір. Шынымен де бір жасыл дәмнің дәмі бар ма? Солай ма? Квасты күнде көріп жүрсің ғой, да? Қайсы көрейік, әдөптікін көрейік, а? Мынау деген ненің дәмі? Бірден мохито ма, да?
бір андай шөптің дәмі шыға ма? бір жасыл зат ішіп отырған сияқты болып отырмын да мен. Иә, ненің дәмі шығып тұр мынадан достар. Аузыма келіп тұр. Тархун. Тархун, дәл сол соктың дәмі шығады екен. Тархун қосып жүрген достар. Тархун қосып жүрген, иә достар. Бірақ осы жолы достар мен квасқа берем. Сен де бересің ба? Квас айырады достар, квас айырып тұр. Анау енді демалу керек қой. Пока демал. Ал достар, біздерде қазір киндер Сюрприз достар. Яғни достар, екеуі шайқасатын болады. Енді бұл ішінде шоколадтан толы, бұрын бала кезімізде осы біздің арманымыз еді достар. Енді қазір бұл жаңадан шыққан түрі, ал мынау бұрынғы ескі түрі достар. Үстінің барлығы шоколад да. Joy деген түрге мен. Мұнанікі Joy дейді достар. Бұл енді мұнанікі қымбат, яғни әдөктікі қымбат, ал менікі арзан достар. Ал енді бұны тиынның көмегі шешеді, әдөк сен өзің лақтырасың ба енді? Әдөк лақтырсын, ал көреміз достар. Мынау арзаны әдөкке қарай жақындап жатыр. Қара, әдөкке қарай. Давай. Ой, қашып барады. Достар, смело достар, әдөк қымбатын жейді. Әдөкке бүгін повезло достар. Мен арзанын ашатын боламын. Әдөкті қандай екен? Менің қырықшы ма да? Ішінде қасығы бар сияқты. Солай ма? Ё-моё. Достар. Мықты. Шоколады бөлек достар. Бәсікі полный шоколад. Қараш. Қайсы, давай. Сен ашық көрші, сенікі әдөктікі қызық болып тұр. Біздікі домалай тұрсын кішкене. Қасығының қараңдар достар. Ё-ма, қай шоколад қай? Шоколад осы. Осы ма? Ойыншық сол ма? Ойыншық мұнау. Давай, шоколадын аш, мен ойыншығын ашайын достар. Әдөктікін көмектесейік қазір. Ойыншығында ішінде не шықты? Ойыншығын қараңдар. Так, суретінен қарап жіберейін. Мә, әдөк өзі мұнайшы еді достар. Мұнайшының заты шықты, прикинь достар. Бұрғылау, яғни жер тесіп отқан адамның өзінің заты шықты достар. Қазір құрастырып көрем, сен жасай бер. Неңді істей бер. Мынаны қараңдар достар, кәдімгідей. Достар, мынаны шоколадын қараңдар, жақындатып көрсетіп жібер. Міне әдөктің ойыншығы, яғни шынымен достар, мұнайшы шықты достар. Қараңдар, кәдім жер тесіп отқан мұнайдың тұрбасын салып отыр. Қараңдар, базар жоқ әдөк. Бірақ мынау тұрмайды екен. Тұрады екен достар, қараңдар. Жеп көр дәмін. Ал біздікі деген сындырамыз. Дәмін көрейік. Шоколад. Іші карамельден жасалған. Деп өтірік айта берейін. Мақтай берейін. Достар, орех. Моши достар. Так, менен қандай ойыншық шықты достар, қазір көреміз. Ойыншығы да қызық па сендерге да достар. Менде наклейка шықты, қараңдар. Жабыстыратын наклейкасы бар. Тағы да қағаз бар. Екпеле қазір мынау не екенін айтып берем, қазір мынандай ойыншық шықты, яғни не мынау? Мынандай, бақа ма бірдеңе шықты достар, мынандай бірдеңе шықты, короче, қарап алыңыздар. Түсінбедім мен сонда. Бір-біріне жабыстырасың да, суреттен жабыстырып қоя ма, короче, сондай бірдеңе бақасы жоқ, яғни бір бит қояды. Короче, осыдан секірте ма, бақаны бірдеңе ату керек. Сондай бірдеңе шықты достар. Енді қайсы киндер мықты десеңіздер, әрине қымбат. Әдөктің қымбаты жеңіп тұр. Біздікінің шоколады стандартный баяғыдай. Сол дәм. Енді новый ғой мына жеңеді ғой. Ал достар, біздерде соңғы болып тан және қымыз достар. Қымыз екеуі жарысып көретін болады. Яғни екеуі де бір энергетик беретін кішкене бір сұйық кішкене бір күшті бір сусын. Яғни қазақи тан мен біздің шұбаттан жасалған, яғни кішкене газдатылған тан достар. Енді екеуі жарысып көретін болады. Қымбаты әрине 100 теңгені қояйын. Қымыз әрине бұның бағасы 700 теңгедей бар. Ал енді тан 250, максимум 300 теңге болады. Ал енді разницасын көреміз достар. Ал 100 теңге жағы түссе мен қымыз ішем, тан түссе, арты түссе, танды әдөк ішеді. Кетті ал. Мен емес, мен тан ішем, қуанып отырмын достар. Қымызды да көп. Қымыз ішпеймін достар. Вообще бір рет өмірімде ішіп көрдім, өткенде бір рет. Онда да ішкен жоқпын достар. Дәмі жаман екен, ұрттап бүйтіп көрсін достар. Ал енді қымыз өте қатты. Атылды, ойбай! Ё-майо достар, ё-майо, міне атылды деген сөз, міне атылды. Абайлап ашу керек. Абайлап ашамыз, қазір салфетканы алып қайтайын мен. Қымыз достар. Қымызда газ жоқ, прикинь. Газ бар. Қымызда газ жоқ, бізде міне
Ё-моё, достар. Исің көрші? Исі жаман сияқты сенікі. Менікі ма или исі? Сенікі шығар мен. Дәл. Салфетканы алып жібер маған. Смело. Так, әдік салфетканы алып жіберсін. Ал, достар, бұл жер енді бүлінді. Короче, біз бұл жерге өзіміздің столымызға, яғни пакет төсеген болатынбыз. Өте керемет бұл. Мәссанан үстіне бейт тастау керек. Пока тастау керек. Эх, Тан, сен қуанттың бар ғой, Тан кәдімгідей газ көрсетіп тұр ғой, анау тасима десек, мынау тасып тұр ғой, бірекей. Қорқу дедім. Ал, достар, енді смело шеберуге болады. Ал, көрейік. дайынсың ба? Дайынбыз. Құлақ болма, мас бол. Давай. Қымыз, достар, қымыз. Ау-хо-хо! Қымыз, достар, қымыз. Тан, о, Тан! Тан, ұйықтатып тұр ғой любойын. Өте Ара. қымыз, достар. Қымызды до конца іше алмады, мен іштім, көрдің ғой, сондықтан мынау ішкізіп тұр, анау ішкізе алмайды, дәмі жаман болып тұр ғой. Ана қара, әлі іше алмай отыр, көрдіңдер ғой. Сондықтан Тан жеңді меніңше. До конца іше алмай отыр, қалай екен дәмі, онша емес па? Ой, қымызды көрейік достар, қымыз енді ата-бабамыздан қалған ғой. Исмай. Ішкізбейді достар, бұл қымызды ішу мүмкін емес. Бірақ жақсы көретіндер бар достар, сондықтан сіздердің құрметтеріңізге қымызды ішіп көрейін деп жатырмын. Де? Ащы ма? Дәмі біртүрлі ғой оның деген. Меніңше Тан жеңді. Тан жеңіп тұр. Яғни өте керемет қымыздан. Білмеймін, қымыздың басқа түрлері күшті, мына түрі онша емес сияқты да? Бутылка деген түрін алып бару керек. Онда келесіде сондай салыстырып көреміз достар. Осымен біздің видеомыз аяқталды достар. Сіздерге ұнаса керемет лайктарыңызды басыңыздар және де подписаться деген қызыл кнопканы басып каналға тіркелеміз достар. Және де комментарияларыңызды керемет қалдырамыз достар. Сіздермен бірге болған Әдік және Алик KZ достар. Давайте. Смело лайк, достар.